Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Химия пәні бойынша кезекті сабағымыздың тақырыбы металдар және құймалар. Сабақтың мақсаты металдар және құймалардың қасиеттері, алыну жолдары және тұрмыста, техникада қолданылу туралы ақпарат беру. Сабақтың жоспары металдар және олардың қасиеттері. Екінші, құймалар, құймалардың практикалық маңызы. Металдар электр тоғымен жылуды жақсы өткізетін, пластикалық қасиеті жоғары, жылтыр заттар. Бұндай қасиеттердің болуы металдардың ішкі құрылымымен байланысты. Металдар металдық кристалл торын түзеді. Бұл кезде химиялық байланыстың ерекше түрі металдық байланыс болады. Металдарға жататындар периодтық жүйедегі барлық S элементтер, яғни сутегі мен гелийден басқасы, барлық D және F элементтер, үшінші топтың бордан басқа P элементтері, төртінші және бесінші топтың, алтыншы және жетінші периодтың P элементтері. Табиғатта кездесуіне қарай металдарды бірнеше топқа бөлуге болады. Сирек кездесетін металдар, сиректеу кездесетін металдар, яғни басқаша атауы лантаноидтар, асыл металдар, шашыранды металдар және радиоактивті металдар. Металдардың физикалық қасиеттері: агрегаттық күйі қатты. Бұл жерде ескерте кететін жайт, сынап бұл сұйық металл. Түсі сұр, ал бұл жердегі ерекшелік алтын сары түсті, ал мыс қызғылт сары түсті. Металдық жылтыры бар, электр және жылу өткізгіштігі жоғары, иілгіш және созылғыш келеді. Жалпы металдардың физико-химиялық қасиеттерін қорытындылап айтатын болсақ, ғылым мен техниканың көптеген салаларында қолданылатын металдардың ең маңызды қасиеттері: жылу өткізгіштігі, меншікті жылу сыйымдылығы, электр өткізгіштігі және бу қысымы, яғни серпімділік қасиеті. Тығыздығы бойынша металдар: жеңіл металдар, ауыр металдар, балқу температурасына қарай оңай балқитын металдар, қиын балқитын металдар. Қаттылығына байланысты қаттылығы алмаздың қаттылығынан төмен металдар, яғни жұмсақ металдар деп аталады. Ал қаттылығы алмаздың қаттылығынан жоғары металдар қатты металдар деп аталады. Ең жұмсақ металға калий металын жатқызады, ал ең қатты металға хромды жатқызамыз. Өндірістік жүктелуі бойынша қара металдар, яғни темір және оның құймалары жатса, түсті металдар бұл темірден басқа металдар, мысалы мыс, күміс, алтын, платина, тағы басқа сияқты. Металдардың химиялық қасиеттері: атом радиусының үлкен және иондану энергиясы кіші болуына байланысты олар электрондарын оңай береді, сондықтан тотықсыздандырғыштар болып табылады. Қосылыстарындағы тотығу дәрежелері оң мәнді болып келеді. Металдардың электрондарын беру қабілеті әртүрлі болады. Осыған байланысты металдардың активті қатары құрылған, яғни бұл қатарды Бекетов қатары деп атаймыз. Бұл қатар бойынша металдар белсенділігінің кемуі бойынша орналасқан. Олай болса, тотықсыздандырғышты қасиеттері литийден алтынға қарай кемиді. Сутекке дейінгі орналасқан барлық металдар азот қышқылынан басқа қышқылдардың ерітінділерінен сутегін ығыстырып шығарады. Қатардың басында тұрған литийден алюминийге дейінгі металдар судан қапты жағдайда сутегін ығыстырып гидроксид түзеді. Алюминийден кейінгі металдар судан сутегін және қыздырғанда ығыстырады. Нәтижесінде оксид түзіледі және сутегі бөлінеді екен. Активті қатарда сутегінен кейін тұрған металдар сумен әрекеттеспейді. Осы қатардағы металдар өзінен кейін тұрған металдарды тұздарынан ығыстырып шығара алады. Металдардың қосылыстарының қасиеттері: оксидтері, сілтілік және сілтілік жер металдарының оксидтері сумен әрекеттесіп негіздер түзеді. Ал қалған металдардың оксидтері сумен әрекеттеспейді. Гидроксидтері, металл гидроксидтері олар негіздер, олардың суда ерітінділерін сілтілер деп атайды. Қыздыруға қатынасы бойынша сілтілер қыздырғанда айырылмайды, ал ерімейтін негіздер қыздырғанда айырылады. Ал мыстан кейінгі металдардың гидроксидтері оттегін бөле айырылады екен. Тұздарының қасиеттері: активті металдардың күшті қышқылдарымен түзілген тұздары гидролизге ұшырамайды. Ал осы металдардың әлсіз қышқылдарымен түзілген тұздары гидролизденеді, яғни ортасы негіздік болады. Жоғарыда айтып өткен металдардың химиялық қасиеттеріне тағы бір тоқталатын болсақ, мысалға мына жерде метал мен оттектің қосылысы көрсетілген, яғни
магний металы мен оттегінің қосылысы нәтижесінде металл оксиді, яғни магний оксид түзіледі. Металл мен судың қосылысы, яғни натрий металына судың қосылысында нәтижесінде натрий гидроксиді, яғни негіз сілті түзіледі және сутегі газы бөлінеді. Металл мен қышқылдың қосылысы, яғни магний металына тұз қышқылын қосқанда магний хлориді, яғни тұз түзіледі және сутегі газы бөлініп шығады. Металдарды алу әдістері бұл пирометаллургияда, электрометаллургия, гидрометаллургия және металлотермия әдістері арқылы металдарды алуға болады. Жалпы металдар бойынша қысқаша осылай, ал келесі жоспарымыздың бөлігі құйма. Құйма қажетті қасиеттері бар, екі немесе одан да көп компоненттен тұратын, оның біреуі міндетті түрде металл болатын қосылыстар. Құймалардың ең маңызды қасиеттері, олар өздерінің беріктілігімен, қаттылығымен және өзіндік қасиеттерімен металдардан ерекшеленеді. Мысалы, алюминийден, магнийден, марганецтен, мыстан және никельден тұратын құйма, яғни дюралюмин алюминийге қарағанда 4 есе берік болады. Жалпы құймаларда механикалық қоспа, бұл балқыған металдар кез келген қатынасты араласып, салқындағанда жеке кристалдар түзеді. Келесі интерметаллиттер. Балқыған металдар бір-бірімен әрекеттесіп, интерметаллит деп аталатын химиялық қосылыс түзеді. Қатты орынбасы өтінісі. Мұндай құйманы радиустары шамалас және біртекті кристалдық торда орналасатын металл атомдары түзеді. Енгізуі қатты етінісі, бұл радиусы үлкен металл атомдары түзетін құймада радиусы кіші металл атомы екінші металдық кристалл торының арасындағы бос қуыста орналасады, яғни темірдің көміртекпен құймасы. Құймалар біртекті және әртекті болып бөлінеді. Біртекті балқығанда тек бір ғана металдық ертінісіне айналады, мысалы, мыс пен қалайдан тұратын құйма. Әртекті балқығанда әртүрлі металдардың ертінісіне айналады. Мысал үшін шойынды алуға болады. Жалпы металдар мен құйманы салыстыратын болсақ, таза металл балқу температурасы жоғары, жеңіл, жұмсақ, жемірілуге тұрақсыз, тоқты жақсы өткізсе, құймалар балқу температурасы төмен, ауыр, қатты, берік, жемірілуге тұрақты, тоқты, нашар өткізеді екен. Кейбір металдардың құймалары мен олардың қолданылуы туралы кестеде толық мәлімет көрсетілген, яғни қоланың, жездің, мельхиор, болат, дюралюмин, яғни бұны кестеге қарап отырып таныса беруге болады. Жалпы металдардың қаттылығы, температураға төзімділігі күнделікті тәжірибеде шешуші рөл атқарады. Егер шыны хроммен кесілсе, ал теседі адам тырнағымен ақ кесе алады. Кейбір металдар жұмсақ, күміс, алтын, яғни болғандықтан таза металдардың орнына олардың бір-бірімен құймалары қолданылады. Жалпы құймаларға сипаттама беретін болсақ, мысалға қола. Бұл қола мыстың қалайы, алюминий, бериллий, қорғасын, кремний, кадмий, хром тағы басқа элементтер қосылған қоспасы. Қола химиялық тәсілдермен бояуға, алтын жалатуға әрі жалтыратуға икемді болғандықтан көне заманнан бері әшекейлік бұйымдар мен мүсіндер құюға пайдаланып келеді. Мельхиор мыс пен никельдің құймасынан кейде темір мен марганецтің қосқанда пайда болады. Құйманы ыдыстар жасауда, қымбат емес әшекей бұйымдар жасауда пайдаланады. Көптеген қазіргі деңгейлерді мельхиордан жасайды екен. Нихром никельден, хромнан және марганец, кремний, темір, алюминийден тұратын қоспа. Болат темір мен көміртектен тұратын қоспа. Машина жасауда, тұрмысқа қажетті бұйымдар жасауда көп қолданылады. Елімізде машина жасау өнеркәсібі аспаптар мен жабдықтардың 2000-нан астам түрлерін шығарады. Білдіктердің автомобильдері, теміржолдың қозғалмалы бөлшектері, автомобиль, кеме, ұшақ, тағы басқа машина түрлері құймалардан дайындалады. Жалпы металдар және құймалар тақырыбы бойынша сабағымыз аяқталды. Тыңдағандарыңызға рахмет. Жақсы сау болыңыздар.